Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін небәрі 10-15 минутта дайын болатын дәмді печенье пісіреміз. Керекті заттардың барлығы төменде жазылған. Ыдысқа қант ұнтағын және жүгері крахмалын саламыз. Жұмсақ сармаймыз саламыз. Сармаймыз жұмсақ, бөлме температурасында болу қажет. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын саламыз. Араластырамыз. Одан кейін үстіне ұнымызды екіге бөліп салып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін бізге грек жаңғағы қажет. Грек жаңғағын ұсақтап турап алдым. Грек жаңғағын және фисташка жаңғақтарын салып, тағы да араластырамыз. Үстіне күнбағыс майын құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, осындай болып шықты. Енді пергамент қағаз төселген ыдысқа дөңгелек шар етіп салып шығамыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Небәрі 10-15 минутта піседі. Пешке саламыз. Печеньеміз пісті. Өте дәмді, иісі керемет, үгіліп тұрады. Және ішінде салынған фисташка мен грек жаңғағы ерекше дәм береді. Осындай дәмді печенье дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.